Сәлем достар, бүгін мен бір күн бойы Месси сияқты өмір сүретін боламын. Сол сияқты тамақтанамын, тренировкасын жасаймын және де тағы да басқа өмірлік әдеттерін осы бір күніме сіңіретін боламын. Каналға тіркеліп алыңыздар, біз бастайық. Месси сияқты таңертең 8 сағат бойы толықтай ұйықтап болған соң, жуынып алып, бірден таңғы асымды ішіп алдым. Мессидің тамақ ішу режимі өте күрделі екен. 2014 жылға дейін ол өзі не жегісі келсе соны жеді, соның арқасында ол артық салмақ жинап алды. Және де соның зардабынан ол әлем кубогын ала алмады. Роналду сол кезде 2 алтын доп номинациясын жеңіп алды. Кейін оның жаттықтырушысы оған диетологты жалдап берді. Диетолог Мессидің бұлшық еттеріне анализ жасап алып, тамақ ішу рационын құрды. Мессиге газировка, фастфуд, пицца және де сүт тағамдарын сол кезден бастап мүлде жеуге болмайтынын қатаң түрде айтқан болатын. Оның орнына жеміс-жидек, тұтас астық өнімдері, жасыл тағамдарды, балықты, тауықты рационға кіргізді. Және ең бастысы қантқа мүлде жоламасын деді. Өйткені ол бұлшық етіміздің ең басты жауы. Осыдан кейін Мессиде травма азая бастады, жүрек айнуы біржолата тоқтады. Мессиде футболға деген табиғи таланты бар. Ол тренировка деген сияқты заттарға қатты мән бере қоймайды. Ал ең бастысы Месси кардиоға, яғни денесінің шыдамдылығына және де жылдамдығына мән берген екен. Осының бәрін жасауға, қайталауға Мессиге бір күн өтеді. Сондықтан мен де бірден футбол ойнауға шықтым. Мен жасап жүрген осы 24 сағаттық челлендждердің ішінде ең көп қыдыратын адам осы Месси екен. Сондықтан бүгін Шаралға баратын болып қалдық. Тура 24 сағат Месси болатын кезде. Сондықтан Шаралға да жол тарттық. Сөйтіп түскі асты ішіп алдық та сағат 1-де жолға шыға бастадық. Қазір біз жолдамыз, 2 сағат жолды жүріп тастадық. Қазір енді Сарқандта тұрмыз. Бұйыртса Шаралға аз қалды. Мен әлі де Месси болған соң допты концентрацияда ұстайтын ойындарды ойнадым.
Бүгін бір күн бойы өмір сүрген кезде мен бір нәрсені байқадым. Конор сияқты өте қатты ұқсас екен. Оның сақалына, татуировкасына қарамастан олар өздерінің ішіндегі дүниесімен байланысты болып келеді. Яғни олар да екеуі де допты тебуді қатты ұнатады және де қыдырғанды өте қатты ұнатады. 24 сағаттық челлендждардың ішіндегі ең ұнаған осы Мессидің челленджі болды 24 сағат бойы. Өйткені Месси өз ұнатқан нәрсесімен айналысады, соған өзі ақша табады. Және де Мессидің осы болғанның арқасында шыралға барып бірнеше табиғи әдемі жерлерді көріп келдім. Сондықтан мен өте қатты қуанып отырмын. Егер осы видео ұнаса, лайк басып, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар каналға. Келесі жолы 24 сағат бойы кім болайын, немесе 30 күндік, 15 күндік, 60 күндік челлендждарда не істейін, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқимын, және де мүмкін сол идеяны келесі видеомда қолданып, сізге қызық болса, осыны жасап беруге дайынмын. Көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.